8 бөлім. Уақыт шіркін демде екен ғой, адамның емес Алланың дегені болды. Әкемнің 40-ын өткізіп болған соң көп ұзамай үйден ұзатылып шықтым. Өз үйіме, өз отбасыма бардым. Бірақ барған соң барлығы өзгерді. Күйеуіммен бірге құда түсіп келгендер оның ата-анасы емес екен, туыстар екен. Асқардан оны неге жасырған? Туыстарың болса туысым деп неге айтпадың десем үндемейді. Үйде қартайған 70-тен асқан жүре алмайтын анасы бар екен. Ал әкесі бұрындары қайтыс болып кетті. Және бір қарындасы бар. Олардан нақытысын сұрағанда тек осыларды айтты. Бойдақ кезімде күнде қыдыртып, әр нәрсе әперіп жүрген Асқар енді жоқ. Мінезі де өзгеріп, үйден көп шығатын болды. Тіптен апталап үйге келмейтінді шығарды. Оған не болып қалды деп ойлауым мен болдым. Күйеуімнің туыстары болса, қашан көтересің, аяғың ауырлады ма? деген сұрақтармен мені сұрақтың астына алды. Қалайша аяғым ауыр болады, егер күйеуім үйден бетін көрмесе? Ақыры Асқар үйдің бетін көрді. Келді де шаршап жатырмын, жұмыс көбейіп кетті деп ұйықтап қалды. Оған мен қарап тұрамын ба? Неге үйге келмейсіз, Назима, қойшы. Неге қоямын? Жан-жақтағылар менің миымды жеп жатыр. Мен қалай қоямын? Не істеп жүрсіз өзі? Қойшы дедім ғой саған. Неге жыныма тие бересің? Ұнамай ма? Кет. Бар да шешең мен сіңліңнің жанына бар. Бұла миымды жейтініңді білгенде сені алмайтын едім. Бұл сөзі қатты жыным келді. Ол мені тіпті көзіне де іліп тұрған жоқ. Заттарымды жинадым да кетіп қалдым. Ол маған қайта хабарласа ма деп үміттендім. Бірақ хабарласпады. Жалғасы бар.